today. Today we'll start module 8, everyday activities and daily routines. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздер міне бүгін 8-ші модульін бастаймыз. Күнделікті қайталанатын іс-әрекеттері деп аталынады тақырыбы. Бұл 8-ші модульді 4 бөлімге бөлдім. Бұнда негізгі қарастыратын тақырыбымыз present simple, осы шақ. Бірінші бөлімінде осы тура формасы, кері формасы сұрақтары, одан кейін my day тақырыбында эссе жазып үйренеміз. Бірінші тақырыбында міне жай осы шақ туралы айтамыз. Ең алдымен жай осы шақта қатысты нелермен, сөздікпен танысайық. Біз күнделікті жасалатын іс-әрекеттерді everyday activities деп айтамыз. Қандай іс-әрекеттер бар екен? Күнделікті қайталанатын қарастырайық. Таңғы ас ішу мысалы қайталанатын іс-әрекет have breakfast. Have breakfast, таңғы ас ішу деп айтамыз. Түскі ас ішуді have lunch дейміз. Кешкі ас ішуді have dinner дейміз. Ұйқыдан тұруды get up дейміз. Төсекке баруды go to bed деп айтамыз. Тағы да бір қайталай өтейік. Have breakfast, have lunch, have dinner, get up, go to bed. Енді осы жаңа айтып өткендей, осы ағылшын тіліндегі маңызды шақтардың бірі present simple. Жалпы осы шақтың екі түрі бар. Біріншісі present simple, ол жай осы шақ. Simple is used to express repeated actions. Ол яғни present simple қайталанатын іс-әрекеттерді білдіру үшін қолданылады. Мысалы, мана айтқан біздің таңертең күнде осындай тұрамын, осындай уақытта жаңа кешкі асымды ішемін, осындай уақытта төсекке барамын, осындай уақытта тұрамын, ұйқыдан деген іс-әрекеттердің барлығы күнделікті қайталанатын іс-әрекеттерді осы present simple арқылы айтатын боламыз. Және де осы уақыт арқылы да білдіруге болады. Мысалы, уақытты ағылшынша біз time деп айтамыз. Мысалы, сағатты білдіру үшін it's 2 o'clock. Ровный сағаттарды өтеміз әзірге beginner деңгейінде. It's 2 o'clock, сағат 2. Егер сағат 3 болса, it's 3 o'clock. Қасына осындай o'clock деген сөзді қосып айтамыз. It's 8 o'clock, сағат 8. It's 10 o'clock, сағат 10. Бірақ сөйлемдердің ішінде, мысалы, сағат 7-де тұрамын деген сөздерді қолданған кезде, сағаттың алдына міндетті түрде мына at деген предлогты қоямыз. Мысалы, I get up at 7 o'clock. Таңертең 7-де тұрамын. Егер 10-да болса, at 10 o'clock деп at алдына қалдырмаймыз. Немесе сағатты айтпай-ақ, мысалы, таңертең дегенді кешке, күндіз деп айтатын болсақ, онда осындай, мысалы, таңертең good morning дегенде morning ғой таңертең, бірақ біз таңертең тұратын или таңертең жасайтын болсақ, in the morning деп айтамыз. Алдына in жүреді. In the afternoon, күндіз, егер кешке болса, in the evening деп айтамыз. Ал егер түнде болса, in the night деп айтпаймыз, алдына at қоямыз, at night болып кетеді. Және де осы present simple'ды білдіретін, уақытты білдіретін үстеулер adverbs of frequency ды қолданамыз. Яғни осы егер сөйлемнің ішінде осы сөздер жүрсе, ол осы шақта қолданылып тұр деген сөз. Олар қандай? Мысалы, әрқашан, always, әдетте, usually, жиі, often, кейде, sometimes, ешқашан, never, күнде, every day. Adverbs of frequency. Тағы да бір қайталап өтейік. Always, usually, often, sometimes, never, every day. Енді present simple қалай жасалынады? Present simple жалпы мына бастауыштан кейін етістік келеді. Етістіктің өзі келеді. I, you, we, you, they-ден кейін етістіктің тек қана өзі келеді. Тек қана үшінші жақта, міне he, she, it үшінші жақ деген. Үшінші жақтан кейін етістігімізге s жалғауын жалғаймыз. Үшінші жақта етістікке s жалғаймыз. Енді оны мысалдармен көрейік. Мысалы қараңыздар. Мысалы, мен таңертең сағат 7-де тұрамын. I get up at 7 o'clock. Сағат 7-де get up-тың өзі тұр. You-ден кейін get up-тың өзі тұр. He-ден кейін get-қа s жалғанып тұр. Gets up at 7 o'clock. She-ден кейін де s жалғанып тұр. It-ден кейін де s жалғанып тұр. He gets up, it gets up болады. Көпшілік формада we get up, s жалғанбайды. You get up, they get up болады. Енді s-тің жалғану кішкене бір ерекшеліктерін айтып жіберейін. Негізі s жалғанады. Бірақ та егер сөзіміз мына жер етістігіміз double s, 2s, sh, ch, s, x, o-ға аяқталатын болса, онда біз s емес es жалғаймыз. Мысалы, етістігіміз go етістігі, o-мен аяқталып тұр, оған as жалғаймыз. Онда I go to bed, егер ол барады болса, he goes to bed болады. Тек қана үшінші жақта жалғаймыз бұны.
Немесе мысалы y-ды біз бірдей дауыссыз дейміз, иә. Мысалы y-мыз егер дауысты болатын болса, міне мысалы дауысты әріптен кейін келіп дауысты болып тұрса, онда he she'ден кейін s жалған кезде мына y түсіп қалады да ies болып өзгереді. Сонда he cries болады. I cry, you cry, he cries, she cries болады. It cries деген сияқты. Егер де y-мыз дауыссыз болса, мысалы play деген сөзде дауыссыздан кейін келіп дауыссыз болып тұр ғой, онда тек қана s-тің өзін жалғаймыз. Мысалы plays болады. Plays. Соған мән беріңіздер. Тағы да мысалдар қарап көрейік. Мысалға, мына сөздерді adverbs of frequency-ларды қолданып көрейік. Ол көп осы үстеулер бастауыштан кейін орналасады. Мысалы, I usually have my lunch at 12 o'clock. Мен әдетте түскі асымды сағат 12-де ішемін. You usually have lunch at 12 o'clock. He usually, мана have деген етістігіміз, міне, осы жерде бір ерекшелікті тағы да айтып кетейін. Have деген етістігіміз he, she, it-тен кейін has болып өзгеріп кетеді. Мен мына жерде көрсеттім, мысалы to аз болып кетсе, аумен аяқталып, мына жер have, has болып кетеді. Осыны есте сақтап алыңыздар. Мысалы have пен жүретін манағы сөздіктердің барлығын осы үшінші жаққа келгенде he-ден кейін, she-ден кейін, it-тен кейін have емес has деп қолданамыз. Сонда he usually has lunch at 12 o'clock. She usually has lunch at 12 o'clock. It has lunch. Мына жерде дәл солай қолданады. Мына жақтардың бәрінде ешқандай өзгеріс жоқ. Usually дәл осылай келе береді. Sometimes деген сөзде, never деген сөзде, often да осылай қолданылады. Тек everyday сөйлемнің соңында келеді. Осымен бүгінгі present simple тақырыбына қатысты қысқаша осы. Енді тапсырмаларға кезек берейік. Task 1, read and write the time. Мына жерде біз уақыттарды жазу керекпіз. Міне, I always get up at 8 o'clock. Мен әрқашан сағат 8-де тұрамын ұйқыдан, да? Енді мына жерде етістіктердің барлығы жазылып тұр, бәрі аймен беріліп тұр. Ешқандай етістікке ештеңе жалғамайсыздар. Тек қана мына сағаттарды қойып үйрену үшін берілген жаттығу. Мұқият дәптерлеріңізге орындаңыздар. Келесі, put the verbs in the correct form. Have breakfast, have lunch, have dinner, get up, go to bed деп берілген. Мына жерде мысалы айбек деп тұр. Айбек бізде бұл жерде he, she'ға қатысты берілген. Себебі айбек деп тұр. Айбек ұл бала болғандықтан he-дің орнында қолданып тұр. Мысалы he has болу керек. Де айбек has болады breakfast. Мына жерде мысалы сәуле тоже she, үшінші жақ, she-дің орнында қыз болғандықтан she-дің орнында қолданып тұр. She usually, мысалы, сағат 1-де ол нешеді? Түскі асын ішеді, иә? Сондықтан has lunch деп жазамыз. Мына жерде Медина одан кейін істейді, кешкі асын ішеді. Мына жерде ұйқыдан тұрады, мына жерде төсекке барады деп жазуымыз керек. Барлығы да үшінші жақта берілген. Қай жерге s жалғаймыз, қай жерге es жалғаймыз, қай жерге has қоямыз, соны ескеріп орындауларыңыз керек. Жалпы бүгінгі present simple тақырыбына арналған тапсырмаларымыз да осымен аяқталды. Осы видео сабақтың астында берілген тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. See you next lesson. Goodbye.